Кірді ма жаңағы шығып кеткендер? Звондап жіберуге или мына ссылкаға кіріңдер деп қайтадан жазып жіберуге шығар. Кіретін шығар. Мен жаздым ғой. Қазір кіретін шығар. Иә. Диана кірді ма қазір? Енді ноутбуктан болып тұр ғой. Қазір ноутбукты перезагрузка жасап көрейін. Телефон кіріп отырмын қазір. Қай жерге келіп едік? Подтверждениені қалай бар? Қайда кіреміз? Так, қай жерге келдім? Көлемді confirmation. Так, қайда кіреміз? Маңызды подтверждение свечаның ортасында. Подтверждение свеча беріп жатқан кезде ортасында асығып үсігіп кіріп кете салу деген жоқ. Қай кезде кіру керек? Подтверждение ол қалай береді? Свеча жабылғаннан кейін ол береді подтверждениесін. Так, одан кейін егер no close, no trade дейді, свеча жабылмаса трейд жасамайсыздар. Подтверждение бар жоқ қалай білеміз? Бар, уровень бар, реакция бар, свеча жабылды, структура бұзылмады немесе бұзылды. Так, жоқ, баға жай ғана тиді, свеча әлі жабылған жоқ, көлем әлсіз, және жос. Так, классикалық сетап. Мысалға, поддержкадан long, дневка поддержка 5 минут, дневканың поддержкасына келіп 5 минут реакция береді. Хайгер лоу, яғни лоулардың бәрі жаңарып отырады. Лоу деген не? Ең төменгі баға жоғары жақ қарай жаңарып отырады. Entry, ТВХ, свеча, close'дан кейін стоп тең астында тек профит келесі resistance, келесі сопротивлениеда. Так, ең көп жіберілетін қателіктер. Ең бірінші подтверждениесіз кіріп кету. Қазір кетіп қалады деп FOMO ойлау. Бір тиынды подтверждение деп ойлай салу, свеча жабылмай жатып кіру. Так, енді осылардың бәрін графикадан бір көрсетіп жіберейін. Бірінші бізде интенсив сабақ болғаннан кейін енді білімді адамдар келіп отырған шығар деп ойлаймын. Так, енді білімді дегенде шамалы білетін, бірақ анықтай алмай жүрген адам. Бірдеңе айтайыншы, қосып кетейінші. Иә. Осы ана интенсив курс дегенде жазылып тұрады ғой, сол интенсив деген периодын осыны қазақша жанына жазып қойыңызшы. А то көбісі түсінбейді екен. Интенсив деген сөздің мағынасын түсінбей ма? Иә. Тез деген ба? Иә, все. Ол бесполезно бәрібір. Например, айтасыз ғой жаңағыдай. Ну енді не істейді енді, бәрібір оқығысы келеді адамдар бәрібір. Жаңағыдай ғой, вейбл не екенін білмейді. Например, вейбл не екенін білмейді. Көп уақыт кетеді да, ол вейблды үйренем дегенше оның уақыт өтіп кетеді ғой тағы. Шын ғой, кейбіреулер айтпайды ғой заранее бізге. Так что енді на будущее сөйтіп сұрау керек екен. Вейблды ашып алыңыздар, қарап алыңыздар деп. Капитал.ком бар. Иә. Базовый технический нәрселерге бір видео сақтап қоя салу керек сияқты, базаға, техникаға. Иә. Так, енді подтверждениені қалай аламыз? Подтверждение дегеніміз не өзі? Подтверждение деген жалпы сигнал деп атасақ та болады. Сигнал, свечной анализ. Так, подтверждениені қалай аламыз? Ең бірінші алғаш бізде енді не бойынша, акция бойынша минуткамен подтверждение алатын боламыз. Так, мына бізде 396-дан 04 деген дневканың несі минимумы. 396-04 деген басқа бір минимум өтем. Жалпы минимумдарды мен осыны цветпен арнап қоямын. Мен, возможно, осы жерден шортқа күтіп отырған болсам, әрі мынау сел зона тұр, Так, баға келді. Не істеді? Ең бірінші келді. Так, фитиль тастады, кіріп кете салуға бола ма? Негізі кіріп кетуге болмайды. Не үшін? Хотя бы келіп осылай бағытын жалғастыру керек. Кейін не істеу керек? Кейін ортаға қарай шамалы ретесін беру керек. Плюс астына қарасаңыздар, алғашқы моменттерде шамалы не болған? Алғашқы моментте манипуляция болған, астына ұзын фитиль тастап, жоғары қарай кеткісі келіп тұрған сияқты. Иә, біз соған алданып қалдық бүгін, Асимай ханым. Минуттармен алда жүріп та сіздерді. Объем шығарып. Еще көлем шығарғанда, мына жаққа келіп, 196-дан кеп не қылыпты, құлап кетті. Так, енді құлады, шамалы ретесіне келді. Одан кейін подтверждение не болды? Одан кейін
келді да мынау біздің уровенімізді брейкаут жасады. Брейкаут дегеніміз не? Бұзды, астына қарай бұзып кетті. Астыға қарай бұзды. Шортқа кіріп кете салуға бола ма? Пока что болмайды негізі. Если қатты кіргіңіз келіп жатса, жарайды кіресіз. Так, стопты бұл жерлерге или болмаса мына уровеньге қойып қойса, 393-50 деген. Так, енді шортқа кіріп кеттіңіз, 393-50-ге стопты қойдыңыз. Кейін не істейсіз сіз? Так, ең бірінші негізі 393-ке келген подтверждение, мен көріп тұрған подтверждение мынау. Бірінші баға келді, реакция қалдырды, реакция фитилін тастады. Одан кейін келіп поглощение жасады, уже көлемді свечалармен құлап бара жатыр, иә. Так, одан кейін так, шортқа кірдіңіз, стопты мына уровеньге қойдыңыз. Стопқа келмеген екен, иә, бір-ақ рет келген, одан кейін қайт келмеген екен. Так, одан кейін не істеген? Міне именно байға келіп не істеген? Реакция берген. Так, реакциясы қалай? Так, мына жерде бір реакция, мына жерде екінші реакция. Баға бір келген, шамалы көтерген екен, иә, сіздер көтерген, сосын не істеген? Мына жақтағы трендті бұзбаған, бірақ трендтің структурасы бұзылмаған. Осылай алсақ та болады, тренд бұзылмаған деп алсақ та болады, иә. Так, бір келді, тренд бұзылмаған, бірақ не істеді? Былай не қылсаңыздар, шамалы тренд бұзылған болады екен. Так. Тренд бұзылды, бірақ неге возможность берді? Сіздерге бұғуға возможность берді. Вдруг лонгқа кіріп кеткен болсаңыздар, иә? Так, вдруг лонгқа кіріп кеткен болсаңыздар, бұғуға возможность берді. Одан кейін не істеді? Қайтадан не істеді? Қайтадан алдындағы свечені алды, поглощение жасап кетті. Ол не деген сөз? Уже бұл қайтадан шортқа подтверждение беріп тұр деген сөз. Так, шортқа кіріп кеттік осы жерден. Одан кейін баға келді, қайтадан ретесіне келді, стоп лосты мына фитильге қайтадан уровеньге қойып қойыз. Так, бұл неше сағаттан кейін берген нормальный ТВХ-ны? Жарты сағаттан кейін бірақ берген екен, иә. Біз не істейміз, если баға үйістіп туда-сюда, так, туда-сюда алдап жатқан болған кезде не істеуге болады? Неге қараймыз? 5 минутқа қарайсыз. Бағаның қозғалысына, бағытына 5 минутқа қарайсыз. 5 минутта мына жерде как будто бір лонгқа жабылған сияқты болып тұр. Бірақ баға не істеп тұр? Баға бізде ең мықты мынау ненің астында жүр. Гептің астында жүр. Бұл уже подтверждает. Бұл енді гептің асты деген сөз бізде көбінесе шорт деген білдіреді. Так, енді баға мынау лонгқа не байзонаға реакция берген, бір рет, екі рет берген, бірақ үшіншісінде не істеді? Үшіншісінде брейкаут жасап кетті, бұзып кетті, көрдіңіздер ма? Келесі уровеньге дейін ұстады. Так, алғашқы егер қатты прям шумны болып жатса, алғашқы моментте 5 минуттың жабылған күтетін болсаңыздар, мына жерде не істеген? 5 минут шортқа подтверждение берген. Сәл шыдағандарыңызда 5 минутқа подтверждение беріпті, 5 минутпен. Так, шортқа подтверждение берген. Одан кейін, так, трендті былайсыз көрейін. Так, трендті бұзған, мына жерде бұзғанда жаңағы ол минуткамен де бұзған. Одан кейін не істеген? Одан кейін мына жақтан ретесінен қайтып құлаған, откат болған, пулбак болған. Қайтадан шортқа кіріп кетуге болады. Так, одан кейін келесі налонг подтверждение. Налонг подтверждение. Так, баға келді. Минуткамен ашып қарайтын боламыз. Минутка не істеп жатыр деген сұраққа жауап берейік. Так, баға келді. Минутка. Так, тренд бұзды. Мына жерде бұзып кетті трендті, иә. Ол не деген сөз? Қараңыздар, мен жаңа айттым. Ең минимум баға жоғары қарай жабыла береді. Так, мынау минимум, мынау жоғарыға жабылды. Екінші минимум жоғарыға жабылды. Бұл не деген сөз? Бұл структура бұзылды деген сөз. Бұл структура бұзылды деген сөз. Структура бұзылды деген не сөз? Ол біздің уже трендтің бағыты өзгерді деген сөз. Баға келді, зеркальныйға дейін осының арасында консолидация тұрып қалды, $2. Сөйтті не істеді? Келіп, именно зеркальныйды бұзып кетті, кейін қайтадан ретесіне келді, қайтадан лонгқа кіріп кетесіздер. Потом еще уровеньге келген кезде, мына нәрсе бар бізде, люфт тастады деген сөз бар. Баға келеді, үстіп тұрады, уровень үстінен жабылады, одан кейін келесі свеча сәл жоғары ашылып, фитилін мына уровеньге тигізсе де жақсы, тигізбей үстіп кетіп бара жатса, ауа қалтырып жатса, фитиль, то есть люфт тастап жатса, люфт дегенде шамалы кішкене домалақ нәрсе тастап жатса, значит, бұл означает что? Означает, можно на лонгқа кіріп кетуге деген сөз. Люфт дегеніміз осындай разрыв қалдыру, подтверждение на лонг тоже. Так, одан кейін подтверждение на лонг кіріп кеттіңіздер. Одан кейін баға не істеп жатыр енді? Баға келіп мына уровеньді бұза алмай отыр. Біз енді сразу шортқа кіріп кете саламыз ба? Жоқ,
кірмейміз иә, не үшін? Потому что мынау минимум, апталық минимум уже поддержка болып тұр. Көріп тұрсыздар ма, қандай мықты уровеньдерді ғана алдық біз. Прям отработкасы минутканың өзінен четко отработка беріп тұрған уровеньдер екен ше. Көрдіңіздер ма міне? Иә, Тимай ханым, соны бұза алмай да жастыққа түсе алмай тұрып Иә. тұрып кетті бүгін. Қазір мысалға, иә, мен ойлап тұрмын, бұл қайта келіп жатыр. Үшінші рет мына уровеньге барса, бұзбаса не істейді? Қайтадан үшінші рет астыға келген кезде мына жақтың уровень бұзып кетеді, астын бұзып кетеді, иә? Не үшін үшінші рет? Потому что так негізі көбінесе үшіншісіне барған кезде, уровеньге үш рет барып касание жасаған кезде бұзу керек үшіншісінде. Одан кейін так, енді шамалы мен сабақты примерно үйреттім. Осыны қалыптастырып, сақтап нетіп алыңыздар, иә? Естеріңізге сақтап алыңыздар. Уже осы тақырыптың өзі шамалында үлкен тақырып болып кеттік. Сондықтан сіздерге үйге тапсырма. Мен бүгін не істедім? Дәл соны үй жұмысына етіп жібересіздер. Кеше тренд жіберген жоқсыздар, ешқайсыларыңыз хикиначетті жіберген жоқсыздар. Так, хикиначетті бір көрсетейін. Хикиначетті әдемі көрсетіпті мына жерде. Хикиначида қай кезде лонгқа подтверждение берген? Так, мына жерде кетіп бара жатыр екен. Әлі бағыт нормально лонговый. Так, үйге тапсырма сіздерге. Үйге тапсырма. Үй тапсырмасына трендті сызып келесіздер, трендтің бағытын, сосын хикиначимен тағы көрсетесіздер. Одан кейін уровеньдерді сызасыздар дневка бойынша, внутрь дневка бойынша, сосын buy sellді анықтайсыздар, ашылу бағасын анықтайсыздар, максимум минимумды анықтайсыздар. Сосын кешек күнге, иә, кешек күнге анализ жасай беріңіздер. Бүгінгі күнге анализ жасасаңыздар да болады. Бүгінгі күннің сосын дәл осылай отработкасын бір тексеріп шықсаңыздар болады. Отработка деген не? Отработка деген сіздің мынандай бір уровеніңіз тұрған кезде баға свеча осы жаққа келіп, осындай бір тиіп фитиль тастап, болмаса мынандай бір фитиль тастап реакция беріп жатса, это уже означает, что сіздің уровеніңіз отработкасын беріп жатыр. Получается, сіз уровеньді жақсы анықтай алып жатсыз деген сөз. Үй тапсырмасына осылар. Так, уровеньдерді анықтап келесіздер, сосын подтверждениені анықтап көрсетіп жібересіздер. Сабақта қайталап қарай беріңіздер, түсінесіздер. Потом алғашқы осы сіздерге алдындағы видеолар тұрған еді ғой, дайын видеолар. Екінші потоктың, бірінші потоктың видеолары тұр сол жерде. Соны алғашқы бірінші, екінші сабағын тоже бір қайталап келсеңіздер болады. Так, новидан қатысып жатқандар, енді базалары бар, бірақ әлі анализға толық кірмеген адамдарға шамалы қиындау болуы мүмкін. Бірақ өз азғантай адамсыздар ше, осыны жаттап алатын болсаңыздар, келесі апта полный сіздерге практиканың уақытын, то есть полный практика сіздерге арналады ғой. Сұрақтарыңыз бар ма? Кері байланыс керек, сұрақ жоқ дейді. Асимай ханым, Ау, мен сұрақ қояйыншы, бола ма? болмайды десең. Давайте қойыңыз. Менде бір сұрақ болып тұр да мына жерде. Бірінші 5 минуттық свеча бар ғой, Иә, мынау ше. бүгін Сіз, ба? иә, бүгінгі. Ол мына ненің гептің үстінен жабылып қалды ғой, мысалы ше. Гептің үстінен жабылып қалды да, ол, получается, алдап жіберді ма, лонгқа барам деп, или сіз айтып жатсыз ғой, шортқа сигнал берді деп, ол қалай сигналын берді, осы жерде соны айтып жібересіз бе? Так, бізде бағаны айтамыз, біз всегда бағаны қай жақтан күтеміз дейміз. Бізде бағаны максимумнан күтеміз. Қай жақтан максимумнан шортқа күтеміз, минимумнан лонгқа күтеміз деген анализ. Лонг күтеміз. Бірінші бағыт маркет аша салып, куда-то должен сходить деп айтады, иә, ол барады, бір жерге барады. Именно мен ойладым, мен в основном күтемін, мынандай сел зонаға келіп реакция берген күтемін. Бірақ мына минимумнан ақ уже реакция алып жатса, уже можно кіріп кетуге. Мен просто анализ жасаған жоқпын ше, акцияға анализ жасаған жоқпын. Енді анализ жасаған кезде дәл осылай істесеңіздер болады. Так, в основном мен сондай, егер мынандай зоналар жақын жерде тұратын болса, мен зоналардан күтемін да реакция. Если максимум минимум баға тұратын болса, минимумнан күтемін. Мына мысалға минимум баға 396.04 деген. Минимум бір ландшафттан ба алдым ғой, бір жерден алдым. Сөйтті да баға 5 минутпен, шамалы 5 минут манипуляция болып жатыр ма, минуткамен манипуляция болып жатыр ма, уже кірмей ақ қойыңыздар.
5 минуттың жабылғанын күтіңіздер. 5 минут келді. Мынау гептің үстінен жабылып қалды. Бірақ келесі не істеп жатыр? Мынаның 5 минуттың ортасына келіп, уже не істеп жатыр? Асығарақ құлап жатыр. Плюс еще не істеген? Мына жақта бір селға реакция бар. Уже бағыт шартой болып бүйтіп кетіп бара жатыр. Просто, ең соңында просто мынау не перехаял же. 5 минут өзінің алдында хайлардың бәрі не перехаял. Не мог перехаять. 4 сағат, 1 сағатпен де ашып қарайтын болатын болсақ, ол көрініп тұр, ашық. 1 сағаттың жабылған қарасаңыздар, 1 сағат не перехай болып жабылған, шот жабылған. 1 сағаттың хайы 395-те 55. Так, 395-те 55-ке келіп не перехаял. Так, еще бізде қандай анализ тұрады? Всегда дистрибуционно бір күн, мысалы кеше күн дистрибуционно лонгқа өсті ғой. Дистрибуционно лонгқа өскен күні обязательно ол не деген сөз? Откат болады, откаты болады. Так, бүгін еще баға не істеді? Геп даун болып ашылды. Тур ортасының астынан ашылып кетті. Сондықтан уже шортқа анализ болып тұр. Так, 4 сағатқа қарасақ, 4 сағат не істеген? 4 сағат мына жақта бір, мына жерден, міне мынау уровеньге реакция берген екен. Мынау бай ғой, уже примерно байдың уровені ғой. Осы байға келіп реакция берген екен. 4 сағаттан осы пропустили. Так, жазып қоя салайын. Осы байға келіп реакция берген. Так, бұл как будто бір налонг бізге поддержание беріп тұрған сияқты болып жабылыпты. Екінші 4 сағат налонг сияқты болып жабылған. Так, бірақ не істеген? Так, бәрібірде бізге налонгқа шамалы болсын, именно өзі ашылған бағадан 95-тен 96-ға дейін берген. Бірақ уже бізде уже қандай анализ тұрады? Бізде уже анализ тұрады. Мынау зеркальныйдың астында тұр. Получается, біз бәрібір осы жақтарға келген кезде шортқа кіреміз деген анализ тұру керек. Мен просто анализ жасап үлгерген жоқпын. Енді бұдан кейін анализге кіріп, кәдімгідей отырып істейтін болып шештім ше, потому что акция маған бәрібір андай стабильный, да, без андай психологияңды ауыртпайды, короче. Жаңа 5 минутқа қоясыз ба? Қойдым. Мына жерде бар ғой, мына фитиль реакция беріп жатқанда мен көрдім да, шортқа екен ше реакция. Все көріп тұрып соған сенбей, шындаған сияқты. Сосын мынандай бір жерден, по-моему, лонгқа, мына жерден ғой деймін. Бізде бір зона болды, неме көтеретін бай зона болды да, бір 2 зона қатар болды. Сол жерден көтеріп кетеді деп отырдық ше. Мен отырдым да сол жерден. Сол өтірік, оказывается, ретест сияқты бір нәрсе келіп проверить етті ғой деймін, соң қайтадан кетіп қалды. Алдайды Бірақ мен артынан, ол да алдайды, бірақ всегда бірдей бағытқа кете береді деген сөз жоқ. Если андай не қылып тұрсаңыздар, былай 15 минутта да қарасаңыздар болады. Алғашқы 15 минут қалай жабылып жатыр, екінші 15 минут қалай жабылған, үшіншісі қалай жабылып жатыр деген сұраққа жауап іздейсіздер ме? 15 минуттың трендін іздесем, ол бұзылмаған тренд, көрдіңіздер ма? Так, мына жерде мынандай нәрсе бар. Мысалға, мына жерде қателестіңіздер ғой, примерно, бұл жерде не болып жатыр? Так, мынау лонгқа қайта-қайта реакция берді ғой. 9 бірдеңкеге реакция берді да, сосын не істеді ол? Жоғары қарай лонгқа реакциясын беріп, бірақ трендті бұзып кете алмады. Плюс не істеген? Разворотный свеча ғой мына 15 минут. Уже бұл трендтің жалғастырғысы келіп жатыр деген сияқты сөз. Так, әлі 15 минуттың жабылғанын күтесіздер ғой, соңғы жағында. Возможно, ол 15 минут қалыптасып жатқан кезде бүйтіп жатқан жоқ болуы да мүмкін еді ше. Біз просто 90 неше еді? 92 бет, соны біз алмай тұрды ғой, бүкіл жиналып сол жерден. Сосын ойладық, біз бұл сол жерден қазір лонгқа кетеді деп. Сол жерден күштеп алдап кетті. Күштеп алдап кетті. Лонгқа барды ғой, бір бұлға возможность беретіндей барды ғой. Сөйтіп барды да қайтып кетті ғой, дұрыс па? Көтерді ғой, мен мысалға лонгқа кірдім да, уже қайтадан, короче, примерно минус емес 0 болып тұрған кезде жауып алдым, қайтадан обратно кетіп бара жатқан кезде. Біз жаппай до конца күттік қой. До конца. Жоқ, зато біз түсініп қаппыз ғой, кәдімгідей анандай комментировать етіп отыр, мынандай нені фитильді келген кезде көріп, солардың бәрін біліп отырмыз да, просто. Просто 5 минутпен гептің астында жабылған кезде уже шортқа кіре беруіміз керек еді. Біз 5 минут гептің астында жабылып қалды ғой. Біз шамалы топить етіп қалдық. 1 минуттарға сеніп қалдық та.
Ничего, нормально, бәрі ештеңе етпейді. Главное, сізде білім Иә. бар ғой. Бұл алтын Иә. сәт сливать етіп, ана давлениеңді көтеріп жібермейді ше. Иә. Свифттің өзі Конечно. ары барса 5-ақ минут. Иә. 15 минут бұзды ғой мынаған, көрдіңіздер ма? Үшінші рет так бұзды. 5 минут астынан жабып қалды. Получается, бұл ары қарай тағы құлағысы келіп тұр деген сөз. Покажи свою мощь. Все, ништяк, у тебя будут бицухи 50 сантиметров. Поехали играть. Қойып қоймаңыз ғой, кино көре беретін едік. ішіміз пыспай ма? Ау. ішіміз пыспай кино көре беретін едік. Кино көре беретін едік. Кино көре беретін едік дей ма? Не Сосын болды? қосып Мен қоймадым да бітіп қалғанға ма? Жоқ, ана телевизор кино отыр ғой. Иә. Біреу кино көріп отыр ғой. Жаңадан қосылған кісілер сөйлемейді екен иә вообще. Сөйлеңіздер қыздар, сұрақ қойыңыздар, қорықпаңыздар деп өзінше болып қояды. Сейчас қазір негізі, мысалы, мен жаңадан емеспін, я же из золота же. Но даже мне пока что еще непонятно. А олар кісілерге вообще, наверное, сложно. Непонятно Өйткені болып отыр ма, Диана? маған непонятно пока что. Мен пока өзім отырып жасамай, вот мен сабақтарды көріп, өзім каждый шагты өзім қайталау керекпін. Иә. И сөйтіп дайындалып келмесем, маған қазір в целом-то енді былай поверхностно бәрі понятно. Уровни сызғанда это то, но очень много же нюансов всегда. Мысалы, даже Бота ханымда, почему многие не поняли? Она основное все дала, но здесь всегда много подводных камней, сондай нәрсе бар. А Асимай, мысалы, она нашла, вот вы сами же нашли, қанша зерттеп отырыпшы, мысалы. И оның бәрі, это очень много, и соның бәрін қалыптасқан, это сложно, мне кажется, даже маған сложно, не говоря уже о новеньких людях. Потому что вот я замечаю, Айгерім ханым, да, Ахнура, вот это уже люди, которые с вами на протяжении 2-3 месяцев, и они вот сейчас уже молодцы, да, лучше и лучше понимают с каждым разом. Вначале, наверное, им тоже было непонятно это в голове. Иә. Конечно, мы тоже сидели и смотрели в экран. Да, я сейчас вижу, как Что вы происходит? радуетесь. Біз уже, видите, спорим. Знаете, Рынокпен мне спорим. вот что дает мотивацию, что вы радуетесь. Я думаю, значит, менде кажется, вот так сижу, как они Конечно. вначале, я тоже через 2-3 месяца буду радоваться, девушка. Да, конечно. Потому что Диана, сіз қатысасыз. Вот, например, алдын мына Гүлфариза ханым кірді ма, например, кірген жоқ па? Жоқ, қой. Көрдіңіздер ма? Вот когда бесплатно, вообще не надо. Бесплатно ничего не надо делать. Еще сидит, возмущается, түсінбей жатырмын деп. А она выиграла просто. Вот не заходит вообще. ханым, бір сұрағым бар еді. Мына жерде біз үлкен проблема деймін ба, жаңағы не откатына қалай шыдау керек? Мысалы, білесің да, мынау шартовый екенін білесің, уровеньге баратын білесің, но каждый движение, каждый, мысалы, шортқа баратсың да, и кішкене жасыл екі-үшеу шығып қалса, уже жауып қойып жатырмыз да, қайта-қайта. Вот мне хейкеначеті қосып қоясыз. Шумды азайтады бұл. Минуткамен өйстіп жасыл шығып жатыр ма? Жасыл көлемді болып шығу керек, чтоб тренд бұзып жатыр деген былай үлкен болып шығу керек. А бұл қазір қысылып тұр ма? Бұл получается трендтарға жалғастырғысы келіп жатыр деген сөз. Плюс еще не деген сөз, мынау біздің бай зонамызға тағы бір реакция беріп жатыр деген сөз. Ол не істейді бұл қазір? Бұл өсиетті мына жаққа келіп мынаны тексеріп, қайтадан құлайды, иә? Білмейміз, бұл қашан құлайды, возможно, мына уровеньді тағы бір тексеріп, бүйтіп барып құлайды ма? Так, пока что мне хейкеначе бойынша әлі қайтадан қызарып тұр. Получается, бұл мынау нәрсе сізге нормально ма? Иә. Нормально ғой, иә? Хейкеначеді мен жасадым, негізі осы 2 күн болды ма, сонымен жасап жүрмін. Соны екеуі разница көп екен да, мысалы, обычный свечалармен қарасаң, 1 минуттықта там шум көп та, или одан больше білетін сияқтысың да, а мына жақта движениясы кішкене слабый ма, соны кішкене түсінбедім, шықпағаны. Бұл просто тегіс дейді ғой, свечаның ашылу жабылу бағасын көрсетпейді сізге. Сізге бұл тренд бұзылып, или жалғасып жатыр деген сияқты сұраққа ғана жауап береді, болды. Бұл жай ғана жаңағы, сіз подкат па деген сияқты сұраққа жауап іздедіңіз ғой. Сондай нәрсеге жауап та бұл, түсіндірсіз ба? И сосын қараңыз, откат емес, қалай болуы мүмкін, откатын қалай білеміз?
Откат негізінде откат осындай болады. Жай баяу қозғалады. Ал егер ол кәдімгідей откат емес болса не істейді? То есть откат емес болса сразу баға келеді да фитиль тастайды, денесін жоғарыға тартып алып көлем шығарып тастайды, уже объем шығарып тастайды. Түсіндіңіз ғой, иә? Объем шығарып тастайды. Бұл енді Иә. мен ойлап тұрмын. Бұл мынаған келіп бір тексергісі келіп тұр деп. Қазір өйстіп алдап ше, себебі не үшін? Жаңа бер келіп қанша рет келіп тиіп ақыры бұзды ғой үшіншісінде. Уже бұзғаннан кейін бұл не істейді? Бұл ретесіне келеді. Ретесіне келеді да қайтадан не істейді? Уже қайтадан артқа құлауы мүмкін. Вот сіз уже оны біліп отырсыз, бірақ откатынан қайтып жасау керек. Оны мен ойлаймын енді, возможно, былай істесеңіз де болады. Откат болып жатса, 2 минутқа қарап қоясыз, минуткамен шум көп. 3 минутқа қарап қоясыз, минуткадан шумның шамалы болсын азайтады, бірақ точно точка входасы ашылып жабылу бағалары көрініп тұрады. Так, 5 минутқа қоясыз, 5 минутта вообще шум аз. Сөйтесіз, 5 минутпен былай да көріп отыра бересіз. Уже 5 минутта мынандай қызыл свечалар пайда болып жатыр деген сөз, уже бұл тренд бұзылып жатыр деген сөз білдіреді негізінде. Тренд шартовый әлі жалғасып жатыр деген сөз білдіреді. Так, сізде білім бар, біраз, иә? Менде почти 1,5-2 жылдай болып қалды уже. Мен просто өзім білемін да, менде уровеньдерім бәрі четко жұмыс істейді. Мендегісі білмеймін, бір Откаттан сондайдан қорқасыз. психология жағынан страх қақпаған, откат болса бағанада койыннан плюс болдым. Білем, қай жаққа шейін примерно баратын жоқ. Жаба салам, білмеймін. Каждый жасыл шыққан сайын какой-то страх бола ма. Менде сондай болған Сондай. сіз сияқты. Иә. Тура сондай болған менде. Көп Уақыт келе, оказывается, өз үйренеді екенсіз. көп практика керек. Потом біреуге түсіндіруге постарайтесь, үйретіп ше. Мына көрдің ба, мынандай деген сияқты. Мына көрдіңіз ба, міне ретесіне келді да қайтып құлап бара жатыр. Көрдіңіз ба? Уже хикіне шығады. Минуткамен, 2 минутпен 5 минутқа қойсаңыз, уже әлі тренд жалғасып жатыр деген сөз. Минуткамен шум өте көп. Просто солай үйретіп көріңіз біреуге. Или анализ жасап жатқан кезде өзіңізге сөйлеп отырыңыз. Вот мына қазір барады, мына ретесіне барады, бізге ТВ-ға подтверждение, то есть точка входа, яғни шортқа кіруге возможность береді. Сөйтіп мен не істеймін, мен стоп болса мына жақтар қойып қоямын да, или на фитильге қойып қоямын да, отыра беремін. Бір рет, 2 рет стоп алдым ма, қайт кірмеймін. Бағыт нормально жалғасып жатыр ма? Вот, бәрі нормально. Шорттың трендін сыз қоямын. Трендтен сопротивление алуы мүмкін ба? Пока что алуы мүмкін. Алғанға дейін ол өсуі де мүмкін екен, мына жақ қарай. Бүйтіп, мына жерлерге өсуі мүмкін. Көреміз енді қалай болатынын. Так, вроде бы нормально, міне шортқа жалғасып бара жатыр әлі де. Келді, бір ретесіне келді, қайтып құлайды енді бұл. Мына байға қайта реакция беру мүмкін, бірақ түбінде не істейді? Түбінде бұзады бұны да. Все хорошо түсінікті. Я көбірек не қыла беріңіз, жаңағыдай ғой. Сөйлеп. Или сосын Тағы да сұрақтарым болады, енді келесі сабақтарыңызда ше, өйткені тоже кішкене вопростар болып қалды менде ше. Мысалы, дейін бағана не перехай деп жатты, біреу перехай деп жатты, біреу не перелоу деп жатты, оны тоже. Не перехай болған? Не перехай болды бүгін. Не перехай. Так, не перехай, Гневка. Гневка, не перехай. Не үшін не перехай? Потому что мынаны перехай еткенмен бұл келіп жабыл бағасы мынаған тиіп қалды ғой. Мынаның свечаның зеркальныйның астынан жабылған. Даже мынаның да зеркальныйның астынан жабылып қалған. Содан кейін не перехай деп есептейміз. Так, мынаны перехай деп есептейтін болсам, бұл рейндж болып қалған, еще ошандай нормальный свечаға да жатпайды. Плюс еще не перехайл, еще мына зеркальныйдың астынан ашылған, гипдаун болып ашылған баға. Так, біраз нәрсе шортқа қарап тұр екен. Иә, рахмет көп. Аха. Так, мына қайтадан келіп, мен ар жаққа дейін өсіп, трендке келіп, қайтып құлауы мүмкін. Мына жерден поддержка алып бара жатыр ма? Просто менде мынандай ситуация болып қалады да. Жаңағы былай мен плюста кәдімгідей отырамын да,
мысалы ше бұрындары көп ақшамен жасайтын, қазір бір ақ штук 5 ақ штукпен жасаймын да. Плюс та кәдімгідей $15 отырам. И всегда бүйтіп көтеріліп жатқан кезде мен өзімді ұстауға тырысамын да, жаңағы жоқ бұл қазір кішкене ретестіне келеді да қайтып құлайды деп всегда сол нулевка или минуспен шығып кетемін да. Сөйтіп мен почти 2 неделя 3 неделя жүрдім ше. Всегда ретестіне келеді деп чатасам да, сол нәрседен ол үшін мына левый ближний поглощение жасаған кезде уже мен сделканы закрывать етуім керек, иә сонда. Иә. Например, қазір мен тренд сыздым. Трендті бұл бұзатын болса, получается, ары қарай бұзатын сияқты болып көрініп тұр да маған. А если бұза алмаймын ма, получается, бұл қайтадан құлайды осы жерден. Но сіз былай істесеңіз болады. 2 аптадан бері минуста жүрсеңіз, бір апта сделканы реал ақшамен ашпай ақ қойыңыз. Бір апта сделканы реал ақшамен ашпай ақ қойыңыз. Сізге кеңесім. Миыңыз тынышып, кәдімгідей таза мимен тынығып келесіз. Кейін кірген кезде таза андай маркетке қараған кезде уже вообще понятно, вообще андай түсінікті болады. Сізде просто минустың несі реакциясы қалай? Слив болып болмаса минус болып қала бергеннің эмоциясы ма, сол сізде қалып қойған ғой. Қайта қалып қойғанда соны чтобы басу үшін, ол нәрсенің бәрін ұмыту үшін, хотя мен ойлаймын, бір апта бойы маркетке анализ жасаңыз, бірақ сделка ашпай ақ қойыңыз, реал ақшамен. Демомен можете. Иә, ол да болады. Айдана бірге оқыған екенбіз ғой, иә, неде? Ботада. Иә, ботада оқығам мен. Ботаның алдында мен Нұрлыбектен де оқығам. Нұрлыбек Американың. Розыгрыш деп тұр да Маркетпен сізде жұмыс істейтін. Ау, иә, Розыгрыш мен де дегеннен бәрі бірге иә, оқыған ғой. бәріміз сол розыгрышты оқыдық қой. Разыгрывать етіп жүрді ма бізді? Жоқ, енді нормально негізі ол жақта мен нормально, еш жалым жоқ менде. Иә, жалып жоқ. Иә. Өйткені деген Розыгрыш болды, мен розыгрыш. бұл жерге келіп көзім ашылды, шын айтсам бар ғой ше, ана перехай, не перехай деген мысалы бұл алғашқыда оқыған кезде ондай әңгіме болған жоқ та, тек поглощение деп айтатын, бітті болды. И сосын тағыдан нюанстар көп қой ботада да тоже. Просто соны өзіміз мән бермедік. Үйретпеді ғой тағатаға. Асимай ханымда тренд линияны сызу тоже жақсы вариант екенші. Бүгін мысалы Дневканың өзі шартовой болып тұр. Кешеде шартовой болып тұр. Тек қана там артқа қайтып, откатын беріп, бәрібір шортқа кетіп жатты ғой былай. Ол жерде енді мына Асимай қарындас сияқты тура өттір точкасын бәрі айтылмаған да, бірақ былай общий айтылып шыққан, короче. Оны түсініп алған адам түсініп алдың, түсінбеген адам түсінбедің. Содан кейін ол кісінің жаңағы сөйлеп отырып, түсіндіріп отырып айтып отқаны кішкене адамна тоже жүйкесіне не қылады да. Мен өзім мысалы шынымды айтайын, ұйықтап кете беремін ғой ана кісінің сабағын қарап отқанда. Қайта ұйықтап кете беремін, бірақ сол ұйықтап түсінбей қалдым мынаны деп қайтаран қараймын, екінші сабағын продвинутыдағы соны білмеймін, 40 рет па 40-тан астам рет па көрген шығармын, өтірік айтпасам. Критический максимум, критический минимум деген ба? Оны бар ғой шек, мен қазір вообще ондай сөзді вообще айтпаймын. Ана сөз маған бар ғой, датовой нетіп қалды ше. Короче, жүрекке тиіп қалды дегендей ғой. Ана сөз деген мен вообще айтпаймын. Критический дейді, ана бірдеме дейді. Маған Дневка 4 сағат, 1 сағат сөйтіп кете берем, бітті болды. Перехай или перелог болды ғой, иә? Оны басты қатырып анау критический бірдеме, мынау критический цена, ана Бексейт бауырда тура соны айтады да. Деген зачем ол, мынау жаңадан үйреніп жүргендерге ол вообще анау деген миды деген ашту, мысалы мен өзім сөйтіп ойлаймын. Сондықтан бір сөзбен ақ, простой сөзбен ақ, жаңағы перехай, не перехай болды. Дневка не перехай, шорт дейсің болды, солай сөйтіп 4 сағат, 1 сағат деп кете берсең болды оны. Иә, перехай, перелогта ертең үйреніп алатын боламыз. Почти бүкіл акцияда получается бәрі білетін адамдар сияқты ғой негізінде, түсінгенім бойынша. Білмейтін тек Диана ғана отыр ғой. А так, ол кісінікі общий бәрін үйреткен, ол нормально негізше. Іліп алып кететін адам іліп алып кетті, мысалы, Асимай қарындас іліп алып кетті ғой мысалы.
Иә. сол сияқты. И ана кім еді ана айдана ма еді? Оқытып жүр Айда ғой ма? қазір. Аида ма, ұмытып қалдым ғой. Айда Алтынайлар, иә. Иә, олар да Солар бәрі мысалы, басқа оқыған ғой еще дополнительно иә, талғат. мысалы сөйтіп алып кетті ғой. Өзінен Сол үйрендіңіз сияқты. ма, Асима ханым, сіз? Ау? Ботаханың өзінен үйрендіңіз ба, или біз сияқты курсын сатып алдыңыз ба? Курсын сатып алдым. Ғой. Курс. Ботаханды көрмеген де ғой. Курсын Жоқ, имеется в виду, Бота ханым, қазір сіз бізге сабақ өтіп жатсыз ғой, и сол сияқты сіздерге өзі сабақ өтті ма, Жоқ, или... Жоқ. Мә, онда мықтысыздар ғой, блин. Мен Бота Бірақ ханымның екінші сабағын миллион 40 рет көріп, сосын сызған кезде каждый отработка, анау мынау деген сияқты нәрселердің бәрін тексеретінмін ғой.